Сәлеметсіздер ме? Алматы сервисті қызмет көрсету колледжі тамақтандыруды ұйымдастыру мамандығы бойынша кәсіби қазақ тілі пәнінен қашықтан ұйымдастырылған сабақ. Оқытушы Жұмабекова Айша Акимбековна. Модуль атауы: әртүрлі тәсілдерді пайдалана отырып, өнімдерді жылу мен аспаздық өңдеуді орындау. Сабақтың тақырыбы: ет тағамдарын ұсыну. Сабақтың мақсаты: білім алушыларға қазақша ет тағамын ұсынуды, сипаттауды және табақ жасауды игерту. Табақ жасау үлкен өнер. Табақ жасау – это традиционный обряд деления мяса между гостями. Табақ тарту қазақ халқының салт дәстүрлерінің бірі. Тартылған табақ қонаққа деген сый, құрмет пен сыйластықтың белгісі. Сойылған малдың әр мүшесінің атауы болады. Малды 12 мүшеге бөледі. Малдың артқы аяғы жамбас, ортан жілік, асық жілік болып бөлінеді. Ал алдыңғы аяғы жауырын, тоқпан жілік, кәрі жілік болып бөлінеді. Мойын, омыртқа, құйрық, қабырға, сүзбе еттері осы жіліктерге қосылады. Табақ тартқанда оның ерекше құрмет дәрежесін білдіретін бірнеше атаулары болады. Мысалы, бас табақ, сый табақ, орта табақ, құдағи табақ, күйеу табақ, қыз табақ. Табақ тарту ережесі халық арасында қалыптасқан. Табақ тарту ережесінде қателесуге болмайды. Мысалы, бас табақ ақсақалдарға, құдаларға, жасы үлкен кісілерге, сыйлы қонақтарға тартылады. Бас табаққа салынатын қаделі мүшелер: бас, жамбас, тоқпан жілік, бел омыртқа, 2 үлкен қабырға, 1 тілім сүбе, 1 тілім құйрық май салынады. Мәтін мен жұмыс. Табақ тарту. Мәтінді оқып, таныс емес сөздерді теріп жазып аударыңыздар. Жаңа сөздер. Сыйлы, почетный. Мал сояды, режут скота, жөнімен ұсыну, правильно преподнести. Өнер, искусство, ерекше көңіл бөледі, уделяют особое внимание. Бас табақ, главный табақ, сый табақ, почетный табақ, орта табақ, средний табақ. Халықта сыйлағаныңның белгісін табағынан танимын деген сөз бар. Мысалы, мынау сый табақ. Сый табаққа қойдың басы, жілік, қазы, жая, омыртқа, төс, жамбас, құйрық салыныпты. Үлкен кісілер жастарға табақ жасау, табақ тарту жолын әрқашан айтып үйретіп отырады. Осы туралы бейнебаяннан қараңыздар. Қонақжай қазақтың қашанда қазаны оттан түспеген. Төріне шыққан кісінің жасы мен дәрежесіне қарай табақ тартқан. Әулет әжелері табақтың дұрыс берілу тәртібіне аса мән берген. Мына табақты сый табақ дейді. Бұл сый табаққа жамбас қойылады. Мынау жаңағы сүбе, малдың сүбесі, құйрық қойылады. Мынау сый табаққа омыртқа, ет. Бұны сый табақ дейді. Бұны сыйлы, құрметті қонақтарға беріледі. Мынау енді құдағи табақ делінеді. Құдағи табаққа асықты жілік қоямыз, қарағым. Мынау жаңағы жамбас, мынау жаңағы құйрық, жақ қойылады құдағиға. Енді мынау омыртқасы, бұны құдағи табақ дейді.
Басты дастарханға келерде маңдайын тілеп, бір құлағын кесіп ұсынған. Бұл жолың ашық, төрт жағың тең болсын дегенді білдіреді. Бас жасы үлкен қарттарға, сыйлы қонақтарға тартылады. Оған арнайы бата жасалады. Алған әумин деп жүріңіздер. Бақ берсін, бас берсін, кең пейіл кетпес дәулет берсін. Құрметті қонақ бастан ауыз тегесін жанындағы кісілерге бастың құйқасынан кесіп таратады. Шақсылыққа үйір бол, құлағың сақ жүрсін деп, үй иесінің жас жеткіншегіне құлақ береді. Ал мына оң көзін осындағы қызыма көзің өткір болсын, жақсылықты көре біл деп берейін. Мынау таңдайын шешен болсын, әнші болсын деп, мына төрдегі қызыма сұнайын. Бәрекелді. Дәу бол. Селкеңіз күтірейіп жүрсін мәні, Құдеке. Бәрекелді. Бәрекелді. Бәйбішеге өзім жеген жерден берейін мені. Көп жасаңыз. Езуіне күлкі үзілмесін деп, осы күлім көз Құдағиға берейін. Табақ, төре табақ, сый табақ, құда табақ, құдағи табақ, қыз және күйеу табақ болып бөлінеді. Ұрын келген жігітке жеңгелері төс қояды. Ұрын келген күйеуге төс беріп кәдесін алайын. Кәдесін дайында күйеужан. Алдына төс тіскесін күйеу жігіт төсті тазалап қоюға тырысады. Күйеу жігітпен ере келген жолдастарына тоқпан жілік, қабырға немесе сүбе беріледі. Ал қыз табаққа құйымшақ салынады. Және үлкен ілтипатпен болашақ ұрпағымның анасы деп, ол табар салып, жерігін қансын деген ниетпен келін табақ дайындалады. Мына келін табаққа тоқпан жілік салынады, тоқ шек салынады, тоқшылық болсын. Өкпе салынады, сүбе, құйрық, ұлтабар, жерігін қансын. Ұлта бақытты бол айналайын, көп жаса. Сұрақтарға жазбаша жауап беріңіздер. Бірінші сұрақ. Табақ тарту деген не? Екінші сұрақ. Табақ жасаудың қандай түрлерін білесіздер? Келесі сұрақ. Сыйлы қонаққа қандай табақ тартылады? Төртінші сұрақ. Бас табаққа қандай мүшелер салынады? Күйеу табаққа қандай мүше салынады? Жұмбақ шешіңіздер. Бір үйге қонаққа достары келіпті. Үй иесі мал сойып ет асыпты. Табақ тартыларда үй иесі қонақтарын шолып шығып, ойланып қалыпты. Ошақ басында жүрген жұбайына келіп, екеу ара бір табақ тартсақ, бір табақ жетпейді. Үшеу ара бір табақ тартсақ, бір табақ артылып қалады депті. Сұрақ. Бұл үйдің қонақтары қанша, табақ саны қанша? Мәліметті оқып, мазмұнын қазақша айтыңыздар. Жұмбақтың шешуі. 12 қонақ, 5 табақ. Менімен кері байланыс жасау үшін көрсетілген мәліметтер бойынша хабарлассаңыздар болады. Назарларыңызға рахмет. Сау саламат болыңыздар.